Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Егер де сіздерде артылған айран болса, оны мұздатқышқа қатыра салыңыздар. Менде үйдің айраны. Қатырылған айранды міне былайынан сүзгішке салып, үй температурасында ерітеміз. Әбден еріп болған айран міне мынандай сүзбелі ірімшікке айналады. Осыны жақсылап тұрып, әбден сығып аламыз, яғни бұны әбден сары суынан сығып аламыз да. Дайын болған сүзбенің үстіне, мысалға, мен чеснок қосып, одан кейін аскөк қосып, барлығын жақсылап тұрып, араластырып, дәміне қарай тұз салсаңыздар да болады. Міне мынандай керемет, өте дәмді, былайынан нанға жағып жеуге болатындай сүзбелі ірімшік шығады. Бұл ірімшікті дүкенінде айранмен жасауға болады, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің арныма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.